Армысыз ардақты ағайын, аптаның ең айшықты оқиғаларын ұлыстан көріңіздер. Біздің ашық ақпарат таратып, саяси маңызды мәселелерді көтеруіміз тек сіздердің қолдауларыңыздың арқасы екенін ерекше атап өткім келеді. Сондықтан ұлыс медиа қатарына қосылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен андатпа. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ. Теке сақал, қырма мұрт, елдің түбіне сол жетер деп Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы айтпақшы. Меркелік 19 жасар Мадинаның қазасы жағамызды ұстатты. Қазақ қоғамының моральдық келбеті қандай болып барады? Жалпы әйелге қол көтеру қашан және қалай қазақ қоғамында қалыпты нәрсеге айналды? Әйелді ұруды ақтайтын радикалды уағыздар қайдан пайда болды? Діни ағымдардың соншалықты тамырын терең жайып кетуіне кімдер кінәлі? Қазақстанға ұлттық идеология керек. Енді ректорлар ауысып тұратын болды. Саясат Нұрбек жасаған ең дұрыс орынды бастама осы. Университеттерді иемденіп алғандай зейнетке дейін отыратын қаншама ректорлар бар. Мысалы, Енуді 13 жыл басқарып отырған Ерлан Сыдықов неге қызметінен кетпейді? Жағымпаз ректорларды кетіріп, шетелде оқып, тәжірибе жинаған жастарға орын беру керек. Тағы бір журналист сотталды. Орда басылымының бұрынғы бас редакторы Гүлнар Башкенова 8 жылға кетті. Ол өз кінәсін мойындамады, бірақ Башкенова айтқан аңыздар ел аузында қалды. Бақытжан Базарбек адам қағып істі болып жатыр. Депутат атанып, халық қолдауына ие болған Базарбектің тағдыры енді не болмақ? Саяси карьерасы бітті ме? Бәрі тарқатып айтып береміз, бізбен бірге болыңыздар. Осы аптада екі бірдей келіншектің өз-өзіне қол жұмсап көз жұмғаны туралы ақпарат бүкіл елдің қабырғасын қайыстырды. Алдымен Жамбыл облысы Меркі ауданында 19 жастағы бойжеткен Мадинаның өлімі туралы ақпарат тарады. Көпшілік қайғылы хабардан еш жей алмай жатырғанда, Алматы облысында екі баланың анасы өзіне қол жұмсады деген ақпарат шықты. Ал Мадинаның оқиғасы осы аптада болды. Екеуі де ұқсас жағдайлар, екі келіншек те өзін өзі өлтіргенше күйеулерінен зәбір көрген, соққы көрген, бірнеше рет таяқ жеген, екеуі де жақын туыстарына айтпаған. Өйткені олар бұл жағдайдан ұялып, ата-аналарын алаңдатқысы келмеген. Мысалы, Мадина өзінің басындағы ауыр жағдайды құрбысына ғана айтып, мұңын шағып жүрген. Барыне жегісі келген, баласына біреуін береді, өзі біреуін алады. Жеп тұрған кезде күйеуі айтады, мен бұны балаға алып келдім ғой, сен неге жеп жатсың дейді. Ұрысқан соң жегісі келмейді ғой любой адам. Берген қолына болды, жемеймін деп кетіп бартқан. Енесіне барған, енесі ұрысқан неге екеуің ұрысып жатсыңдар депші. Осын ол айтқан, енді жем келді ғой деп. Енесі айтқан, енді енесіне сөйтіп айтқан соң күйеуі айтқан, сен неге менің мамамды сыйламай жатсың депші. Сен менің мамамды сөз қайдарасың деп, короче. Ол туалет жаға кетіп қалған, мен подружкам туалетке келіп, қолын жуған кезде қайтып ұрысып басталған ғой сол жақта. Қайтыс боларынан бұрын күйеуімен жанжалдасып жүргенін жазып, соққыға жығылғанын айтқан және отбасынан кеткісі келетінін жеткізген. Құрбысының айтуынша, жанжал балаға сатып алынған кішкентай тәттіні Мадинаның өзі жеп қойғанынан басталған. Мадина хат алмасу кезінде осыдан кейін күйеуі өзін ұрғанын айтқан. Оған қоса мұндай жағдай бірінші рет болмаған. Зейнеп есімді бойжеткен ол туралы желіге жазып, Мадинамен сөйлескен сәттердің скриншоттарын шығарды. Зейнеп оның денесіндегі көгерген іздерді өз көзімен көргені, Мадинаның жарақаттарының суреттерін де жіберіп отырғанын айтты. Қазір Мадинаның өліміне қатысты тергеу жүріп жатыр. Жамбыл облысы полиция департаментінің мәліметінше, адамды өзіне қол жұмсауға дейін жеткізу бабы бойынша сотталды деген тергеу басталған. Бірақ марқұмның туыстары ол өзі асылып қалды дегенге мүлдем сенбейді. Оны күйеуі ұрып өлтірді деп күдіктеніп отыр. Сондықтан олар соттың әділ өтіп, кінәлінің әділ жазасын алғанын сұрап отыр. Жалпы соңғы уақытта осындай оқиғалар тым көбейіп кетті. Әйелін ұратын ер азаматтар азаймай тұр. Ең қиыны оны дұрыс деп есептейтіндердің көбі. Бір байқағаны, әйелін отбасын ұрып, бауыздап тастайтындардың басым көпшілігінің кейін радикалды діни ағым өкілі болып шығатынын көріп жатырмыз. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ. Теке сақал, қырма мұрт, елдің түбіне сол жетер деп Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы айтпақшы, әйелге қол көтеретіндердің көбі сол сақалдылар екен байқап отырмыз. Иә, дінде керісінше әйелді, қызды құрметтеу керек деп айтылады. Бірақ радикалды бағытта уағыз айтатын кейбір
ұстасымақтар, хадис аяттарды қате түсіндіріп, жастардың санасын улап жатқанын да байқап жүрміз. Мысалы, осыдан аз уақыт бұрын ғана мына бір уағызшының сөзі көп таралды. Отбасындағы тыныштықты сақтау үшін әйелді ұру керек, тек бір жерін зақымдап қоймасам болды деген уағызшының сөзі көзі ашық көп адамның ашуын туғызды. Үшінші қағида бар, не дейді? Уадрибухунна, ұрыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген ғайру мубаррих, яғни бір жарақат салып, бір дене мүшесін сындырып қоймайтындай деңгейде мұқып алу керек, қазақша тілмен айтқанда. Біреулер айтады, ол митс сияқты дейді. Ол сені тыңдайын деп тұрған еді. Сондықтан кезінде қазақтың шаңырағында не үшін қамшы ілініп тұрған? Қамшыны ананы көрген кезде тәубасы есіне түсетін болған ғой. Дейді, ананы көрсететін болған. Болды. Өйткені ол қамшыны бір жегенде олар. Одан кейін қайтып сен оның дәмін татып көр, бір қамшының дәмін татқаннан кейін. Сондықтан пайғамбарымыздың Табараниден жеткен бір хадисі бар. Үйрегіңде ілініп тұрған қамшыларың болсын деген. Қазақ оны ауадан алған жоқ. Қазір сен 10 қамшылық қойсаң да бесполезно. Өйткені ол қорықпайды сенен. Уағызшы жастарға әйелді қамшымен ұрындар деп отыр. Ойлаңыздаршы, енді осыны көріп алған, әлі санасы қалыптаспаған жастар не істейді? Соған сенеді, әйелді ұру дұрыс деп есептейді. Әйеліне бір-екі рет қол көтергесін, ол қалыпты жағдайға айналатыны да түсінікті. Мен өзім жалпы тәжірибемде байқайтыным, радикалды кейбір топтарға байланысы бар азаматтар көбінесе осы әйел азаматтарға, өзінің жұбайларына кішкене қатаң, принципшіл ұстанымдарды да жарыққа шығарып жататын жағдайлар біз кездесеміз. Өйткені менің ішінде кейбір уағыздарды өз мүдделеріне пайдаланып, жаңағы әйел адамның жұмаққа баруы ерінің ризашылығына байланысты деп, мен разы болмасам сен жұмаққа бармайсың деген сияқты өзінің өктемдігін дінмен бүркемелеуге тырысатын сондай идеологиялық көзқарастарды біз көріп жатамыз. Бұның барлығы демек жаңағы кейде қарапайым ер азаматтардың өздерінің құмарлықтарын, нәпсілерін, жалған намыстарын дінмен бүркемелеу арқылы соны ақтап алуға бір талпынысқа айналып кетіп жатқан жағдай бар. Жаңа өзіңіз айтқан сияқты кейбір дін уағызшыларының да әйел азаматтарды белгілі бір деңгейде нұқып алу керек, жаңағы кішкене көнбейтін болса жаңағы күш көрсету керек деген сияқты бағыттағы дүниелерде кейбір жастардың санасында қалыптасып жатуы мүмкін. Шынымен де бұл әйел азаматтар ұқпайды екен, демек дінде де айтылып тұрған болса, оның ар жағында сондай нәрсе бар екен деген сияқты өздеріне бір негіз ретінде қарауы мүмкін. Бірақ бұл діннің негізгі қағидаттары, принциптері деп айтуға болмайды. Дінде керісінше де айтылатын әңгімелер көп. Енді біз діндар азаматтардың бәрін қараудан аулақпыз, өйткені қаншама үйіп отырған, айрандай үйіп отырған отбасылар бар, ата-аналарын құрметтеп мәпелеп отырған отбасылар бар, өзінің жарын, жұбайын сыйлап отырған отбасылар бар. Оларға ешқандай біз жалпылама дін ұстанған азаматтардың барлығы сондай радикалды көзқараста, бәрінде сондай таяқ, бәрінде сондай жаңағы қатаң ұстаным деп айтуға болмайды. Дегенмен сондай бір негізгі жаңағы не дейді ғой, сылтау ретінде қолданатын жағдайлар бар. Оны біз жоққа шығара алмаймыз, өкінішке қарай. Кейбір кездерде бұл саналық түрде былай қайшылық қалып келеді. Неге десеңіз, жалпы ер азамат енді отбасын құрған кезде ол өзінің бала-шағаларының анасы ретінде, өзінің болашақ жары ретінде, өзінің бір жартысы ретінде қабылдаған әйел адамға не үшін күш көрсетеді деген осындай бір түсініксіз сұрақ бар. Егер ол көп жағдайларда әрине бізде мынау жастардың да өздерінің көзқарастары бар, олар айтады көбінесе ол өзін жақсы көріп үйленбегеннен кейін ол өзінің бір андай нәпсілік қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында ғана алған әйелді солай төмпештейді деген сияқты ойларды айтады. Шын мәнісінде жақсы көріп алатын болса, онда ол өзінің жаңағы өмірбақи жары ретінде қабылдайтын болса, оны ұрса, бұның арасында қарама-қайшылық бар. Неге десеңіз, қыз бала өзінің былайша айтқан кезде ұшқан өзінің өскен ұясын тастап, жаңағы бүкіл әулетін, туыс-туғанын, ата-анасын бәрін тастап, біреудің әулетіне барады, сол әулеттің үстін түтетеді, сол жігіттің ұрпағын жалғайды, сол әулетке былайша айтқан кезде жаңағы отымен кіріп күлімен шығады, бірақ оған сол жерде қоқаң-лақ көрсету, жерде бірнеше буынның арасында, енді бір жақты қарауға болмайтын сияқты, бірнеше буынның арасында осындай бір түсіністіктер, немесе кейбір аймақтық ерекшеліктер де болуы мүмкін. Мен бұны жоққа шығармаймын, өйткені кейбір мысалы енді соңғы болған оқиғаларды қарасаңыз,
ер азаматтың енді өзінің әйелін өлімге итермелеу ма, былайша айтқан кезде өлтіру ма, мен оның енді қылмыстық нақты шешім шықпағаннан кейін нақты айта алмаймын, бірақ қалай болғанда да көпшілерінің енді ер азамат болғаннан кейін ұруы мүмкін деген сияқты мәселелер, ол да бүгін мүмкін сол аймақтық ерекшеліктерге байланысты. Демек ол жерде өзі де енесі де мүмкін өзінің шалынан кезінде күйеуінен таяқ жеген, ол да мүмкін келіні солай таяқ жеп өсу керек деп түсінетін шығар. Адамның санасы өзі қызық қой, бір нәрсені өз басынан кешіретін болса, басқалар да сол нәрсені көруі мүмкін деп салыпты деп қабылдауы мүмкін. Бірақ өкінішке қарай көп жағдайларда қазір жастардың эмоционалды жағдайлары, психологиялық мүмкін кейде мен ойлаймын, оларда психологиялық ауытқушылықтар да болуы мүмкін. Бір кішкентай ашуға байланысты, бір кішкентай түсінбеушілікке байланысты, бір кішкентай келіспеушілікке байланысты сондай трагедиялық жағдайға дейін жетуі, өзін өзі ұстай алмауы, демек олардың санасындағы белгілі бір ауытқушылықтарды көрсетуі мүмкін. Мен енді ондай адамның бір санасы сау, көзқарасы дұрыс адам деп қабылдау өте қиын шығар. Мүмкін адам ашуланады, кейбір сөздерді айтып қоюы мүмкін, кейде тіпті қол көтеріп қоюы мүмкін, бірақ оның өзінде адам өзінің жарына, жұбайына, отбасына деген ар жағында бәрі мейірімі болу керек қой. Ата ана жаңағы бала шағасының асырап жатқан болмаса жаңағы өзінің енді отбасында былайша айтқан кезде күнделікті қасында жүрген адамға деген бір жанашырлығы менің ойымша болу керек. Мүмкін бұл жерде де тағы да бір мәселелер болуы мүмкін. Күйеу баланың мүмкін қайын жұртымен жақын байланыстарының болмауы, әлеуметтік жағдайға байланысты басыну жағдайлары, мен адам баласында әртүрлі жағдайлар. Мысалы, егер қыз баланың артынан жоқын жоқтайтын ата анасы, ағасы немесе өзінің бір жаңағы қорқатын адам болмаса, кейде адам қорыққанын сыйлайды. Өзі адамда ақыл жоқ болса, ол қорыққанын сыйлайды. Инстинкт қой, хайуани инстинкт. Сол үшін де оның артында мүмкін іздеуші жоқ болатын болса, оны басыну да мүмкін, ұруы мүмкін, соғуы мүмкін, келемеждеуі мүмкін, қанша ол өзінің жұбайы болса да. Әсіресе бұл кішкене адамның жас жаңағы бұзылқанды эмоционалды кезеңдерінде болады деп ойлаймын. Ал енді 40-тан кейін, 50-ден кейін салқынқандылыққа өткен кезеңдерде мүмкін бұндай жағдайлар сирек болатын шығар деп ойлаймын. Соңғы жағдайларда да менде түсініксіз жағдайлар көп. Шешесіне қараған, туыс-туғандарына қараған, оның алдында да таяқ жеген, ол кезде неге бұл мәселе шешілмеген. Сосын мен ойлаймын, жалпы ер азамат бір рет әйеліне қол көтеретін болса, ол жерде дұрыс отбасы болмайды. Екінші рет ол одан да қатты көтереді, үшінші рет одан да қатты көтереді. Өйткені неге? Адамда андай ғой, жаңағы хайуани инстинкт, ол ойлайды, мен бір рет көтердім, ештеңе болған жоқ, екінші рет көтердім, ештеңе болған жоқ, қарай көтере беру керек екен деген сияқты. Рухани саланың мамандары бар, бұның барлығын зерделеп, қоғамның болып бара жатқан жағдайларын бәрін салыстырып қарау керек қой. Біз жаһаннамада өмір сүріп жатырмыз, бір жеке тұйық мемлекет емеспіз, неше түрлі нәрсені көріп жатыр, әлемнен неше түрлі нәрсе кіріп жатыр. Діни мемлекеттерден де, діни көзқарастағы қоғамдардан да қаншама идеологиялар кіріп жатыр, оның өзін фильтрация жасап, толықтай жаңағы қоғамға мынау керек емес деп ұсынып отырғанымыз шамалы. Иә, қазір енді қолға алынып жатыр ғой, бірақ оның барлығын тиіп салатындай бізде мүмкіндік жоқ. Ғаламторды бұғаттап тастайтындар, уағыздар еркін айтылып жатыр, ютубта жаңағы неше түрлі уағыздар сайрап тұр. Сондықтан да ол жағы бар. Екінші жағынан батыстың әртүрлі менталитеті келіп жатыр, феминизм келіп жатыр, эгоизм көбейіп жатыр қазір жастарда, қыздардың арасында да. Ондай нәрселер өкінішке қарай аз деп айтуға болмайды. Енді қылмыс немесе бір кемшілік бір жақты болмайды ғой, кейде жаңағы нәзік жандылар тарапынан да әртүрлі амбициялар болып қалуы мүмкін. Ер азаматтар кейде құр намысқа шыдай алмай, бір кішкентай сөзді көтере алмай қалуы мүмкін, енді әйел адамның психологиясын түсінбегеннен кейін. Сондықтан да бұндай мәселелердің барлығын жан-жақты қарау керек деп ойлаймын. Бір жақты бір ситуацияда баға беру ол мүмкін, иә, бір отбасындағы жағдайды ашатын шығар, бірақ қоғамдағы бұл проблеманы ашады деп ойламаймын. Әрине, әйелге зорлық көрсеткен әр адамның артында радикалды діни идеология тұр деп айта алмаймыз. Зорлықтың себептері көп. Агрессия, алкоголь, тәрбие, психологиялық мәселелер, отбасындағы зорлықты қалыпты деп қабылдау, әлеуметтік орта, бала кезден көрген тәрбие, еркектік туралы бұрмаланған түсінік. Ал діни радикализмі мәселелердің ішіндегі ең бастысы, соңғы оқиғаларға қарасақ, ең негізгісі секілді. Жалпы радикалды діни ағымдар, уағыздар 2000 жылдардың басында дендеп бастағаны белгілі. Сол кездері магнитофонның кассеталары арқылы түрлі уағыздар тарады. Кейін YouTube дами бастағанда қазақ YouTube'ы уағызға толып кетті. Салафизм, вахабизм ағымдарын Қазақстанға нақты мына адам немесе мына топ әкелді деп айту қиын әрине, бірақ ел ішінде Бекболат Тілеухан, Дарын Мүбаров, Мұхамеджан Тазабековтердің есімі жиі айтылады. Кезінде Сирияға кетіп, кейін арнайы операциямен елге оралғандар сол Дарынның уағыздарын, Тазабековтың өлеңдерін жиі тыңдағандарын айтқан еді. Мұхамеджан Тазабековтің өзі осыдан 2 жыл бұрын мен қате бағытта болыппын деп мойындады. Мүфтиятқа барып, енді мен тура жолда таптым деді. Өйткені 2015 жылдардан бастап елде діни радикализммен күрес күшейді. Себебі 11-16 жылдары Қазақстанда діни экстремизм мен терроризмге байланысты
бірнеше ауыр оқиғалар болды. Естеріңізде болса, 16 жылғы Ақтөбедегі терактіден кейін билік радикалды салафилік идеологияны қауіпті деп хабарлады. Ал естеріңізде болса, кезінде Ақтөбеде облыста әкім болған кім? Аслан Мусин. Міне, сол уақыттарда ұлттық қауіпсіздік комитетінде басқарма төрағасының орынбасары кім болды? Самат Әбіш. Сол кезде бүкіл осы Қазақстандағы мешіттерді ұстап тұрған адам кім болды? Қайрат Сатыбалды. Мінекей, егер ойлана келсек, бізде түпкі тамыры, біз қазір болып жатқан жағдайға себепкер кім, не, қалай болды деген сұраққа жауап алу үшін бізге артқа шегіну керек. Жалпы діни идеологияны, радикализмді қауіпті екені әу бастан-ақ белгілі болды. Сонда мемлекет оны неге алдын ала тоқтатпады дейміз. Олар біреуге керек болды ма? Ол да жұмбақ. Мысалы, қаңтар оқиғасы болған кезде билікке бұрынғы Назарбаев кландары сол радикалдар күшімен келгісі келді деген әңгімелерді естиміз. Тіпті солай болмағанның өзінде Назарбаев билігі тұсында радикалды ағымдармен күрес дұрыс жүрмегенін енді көріп отырмыз. TikTok, Instagram дамыған сайын түрлі ел күтпеген уағыздар, мәлімдемелер шығып жатыр. Ол тек қана айсбергтің үсті ғана. Білесіздер ме? Жабық есік артында қандай уағыз жүргізетінін Құдай білсін. Ал бұл туралы ұлттық қауіпсіздік бағытында қандай жұмыс жүргізіліп жатыр? Неге бұл уағызшыларды тоқтатпаймыз? Неге біз бүкіл мүфтияттағы жұмыстарды бастан аяқ реформалап тазаламаймыз? Тәуелсіздіктен кейін бізде фильтрация деген нәрсе болған жоқ, экспертиза деген нәрсе болған жоқ, мониторинг деген нәрсе болған жоқ. Біз 30 жылға жоқ, енді 30 жыл демей ақ қояйын, соңғы бір 10 жыл, 15 жылда бұл мәселенің несі проблеманың кішкене шеті шыққаннан кейін мәселе көтеріліп жатыр. Өйткені 2010 жылғы, 11 жылғы терактілер оқиғалардан кейін мемлекет заңдарды қайтадан қабылдап, белгілі бір талаптарды күшейтіп, бір бағытта жүйелі жұмыс жасау деген сияқты дерадикализация, оңалту жұмыстары, кадр дайындау деген мәселе бағытында біраз жұмыстар жасалып жатыр. Бірақ біз алдыңғы сол 20 жыл көлемінде бұл нәрсеге ешқандай қой дейтін қожа, ай дейтін ажа болмаған ғой. Сондықтан да кім шетелге барып оқып келді, кім шетелде оқып жатыр, кім шетелде тығылып әлі сол жақта жүр уағыз айтып, бұның барлығы әлде болса да процесс жалғасып жатыр. Турист ретінде кетіп қалады да, барып діни оқу орындарына түсіп кетеді. Ол жерде тығылып жатып, жаңағы визасы өтіп кетсе де, уақыт өтіп кетсе де, сол жерде уағыз тыңдап, оларды ертеңін ұстап жатқан азаматтар аз деп айта алмаймын. Сондықтан да олар әлде болса да ықпал жасайды. Одан кейін көрші мемлекеттерде болған әртүрлі радикалды жағдайлар, олардан қашқан пысқандардың барлығы бізге келуі мәселесі. Одан кейін әлемдік геосаяси жағдайларда да радикализмді әртүрлі мүдде тұрғысынан пайдалану деген нәрселер бар. Оны біз жасыратын ештеңе жоқ. Қазір радикализм, терроризм деген дүниелер бір белгілі бір ұйымдардың, сыртқы бір күштердің қолжаулығына айланып кеткен жағдайларда бар. Мысалы, Даишті қарасаңыз, Сирияда кімдер пайдаланды оны, кім жинады, кім қару-жарақ берді, кім қаржыландырды, кім әскери техника берді, оның барлығы үлкен нәрселер бар. Сондықтан да ол нәрсенің барлығын біз енді көре тұрып, жалпы алған кезде радикализммен жеткілікті түрде күресіп жатырмыз, бәрін ауыздықтадық, бәрін тыйдық деп айту қиын. Әлде болса да біздің арамызда радикалды көзқарасты азаматтар жетеді. Әлде болса да мүмкін өзінің радикалды көзқарастарын жарыққа шығармай, өзінің уақытын күтіп жүрген азаматтар жетеді. Әлде болса да біз жаңағы тыйым салынбаған ағымдардың қатарында әлде өзіміз жаңағы мешітте жамағатқа қарсы болып жатқан, біздің дәстүрлі көзқарастарға қайшы болып жатқан, болмаса жаңағы бетін бүркемалап көшеде жүрген әлі болса да бізге қанша заңға тыйым салынса да әлде біздің көзіміз шалып қалады. Сондықтан да бұл жерде жаңағы жиналып тұрған дәстүрге жат қылықтары бар азаматтар аз деп айта алмаймын. Батыс өңірлеріне тіптен бұл мәселе өте өзекті мәселе. Сондықтан да бұның барлығын мемлекет жаңағы бір тетіктерін қарау керек деп ойлаймын. Құқықтық тетіктерін қарау керек. Кеш болмай тұрған кезде неге десеңіз, бұл азаматтар, иә, оларды бір категорияларға бөлеміз, жаңағы умеренный, қалыпты, байсалды, радикальный, такфиризм деп, тағы басқа деген көптеген тақияшылар, жасырынғандар деп категорияларға бөлеміз ғылыми түрде. Бірақ бұл мәселе ғылыми тұрғын мәселенің шешілуін алып тұрмайды. Мемлекет нақты шешім қабылдау керек. Яғни мемлекет бұндай бағыттағы, радикалды бағыттағы көзқарастағы азаматтар, егер қандай да бір азаматтардан, радикалды көзқарастағы азаматтардан сондай қылмыстар көбейе бастағанын байқаса, оған заңдық тетік тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан тыйым салу, жаппай бақылауға алу деген мәселені қарау керек. Бізде өкінішке қарай ол кішкене әлсіз жүріп жатыр деп айтуға болады. Мүмкін ол жерде де ықпалы бар шығар, мүмкін олардың да жоқтаушылары бар шығар, мүмкін енді қазақша айтқанда біз бәріміз теңдей естіп жүрген сөз ғой, жоғары жақта өздерінің жаңағы прищалары дейміз ба,
сондай азаматтар бар шығар, біз оны білмейміз. Қаржылық мүмкін мүдделер бар шығар. Бірақ қалай болмаған кезде де ол нәрсені біз ақты ақ, қараны қара демейтін болсақ, ақты бөлімде қазақты бөлшектеп аламыз деген менде қорқыныш бар. И бір жағынан әрине біздің жаңағы жастарымыздың да сондай уланып, сондай жағдайларға кетіп қалып жатқан жағдайлары да аз емес. Енді біз қазір әрине мамандар бар, сарапшылар бар, белгілі бір деңгейде пікір айтылып жатыр. Дегенмен де нақты бұл бағытта жаңағы жаппай бір шешім табылды деген сияқты мәселе қорытынды айту ертерек. Мені алаңдататыны сол азаматтардың жаппай ертең балаларының жаңағы ұрпақтарының көбеюі арқылы ертең олардың қалыпты көзқарасқа айналып кетуінен қорқыныш туындауы мүмкін. Тіпті сол нәрсеге өзінің еркімен ұрынып жатқан жастар қаншама. Жаңағы радикалды екенін біле тұрып, екінші, үшінші, төртінші әйел ретінде тиіп, 2-3 баласын құшақтап жесір қалып отқандардың саны аз ба? Болмаса жаңағы жастарға құлағына сіңіріп, бұл сунна пайғамбардың жолы, сен оған қарсы келетін болсаң, пайғамбарға қарсы келгенің деп уағыз айтып жасөспірім қыздарды жаңағы желкесінен қиып, жастайынан өксітіп, өмірін өксітіп жатқандар аз ба? Немесе біреу талақ қылып, екіншісі ешқандай жаңағы некеге тұрмай, үшіншісі алып оны ешқандай жаңағы алимент төлемей, жауапкершіліктен құтылып жылап ортада қалып жатқандар аз ба? Бұның барлығын біз көріп отырып, былайша айтқан кезде, иә, біз плюрализм, бізде демократия, біз жаңағы діни сенім бостандығын берген мемлекетпіз деген сияқты ұраншылдықпен отырғанымыз, менің ойымша, ертеңгі бір 10 жылдан кейінгі үлкен салдарларды алып келуі мүмкін. Ертең олардың ұрпақтары өседі, балалар тәрбиеленіп жатыр, саны көбейіп жатыр, ертең 100 мың, 200 мың, 300 мың болады, 500 000 болады, одан кейін олар кәдімгі қалыпты дін болады, қалыпты көзқарас болады, халық екіге бөлінеді, жаңағы Сирия сияқты, Ирак сияқты, Ауғанстан сияқты. Мысалы, Ауғанстан қазір қанша үлкен ел боламын дегенмен, ар жағындағы идеология бәрібір жібермей жатыр. Әйелдердің білім алу мәселесі бар, жаңағы өздерінің көшеге шығу мәселесі бар, басқа да көптеген мәселелер. Әлі күнге шейін мысалы араб мемлекеттерінде әйел адамның құқықтары деген мәселе әлі сұрақтың астында тұрған мәселелер. Яғни бұл мәселе ертең бізге ұрынбас үшін, оны дін ретінде қабылдап, жастар адаспас үшін қазірден бастап мемлекет қатаң шара қабылдау керек шығар деп ойлаймын мен. Шынында осы бастан қатаң шаралар қолданып жастардың көзін ашпаса, санасы уланған жігіттер әлі қаншама Мәдинаның обалына қалады. Негізі соңғы уақытта әйел құқығын қорғау, тұрмыстық зорлық зомбылықты тиюға қатысты заңдар шығып, жазылып жатыр, айтылып жатыр. Бірақ сонда да жаңағындай қайғылы оқиғалар тоқтар емес. Ай сайын, апта сайын. Сондықтан ең маңыздысы қазір жастарды оқыту, оларға білім беру әрине. Ал ол жұмыс оңай емес. Өйткені оған кешенді жоспар керек, ақша керек, қаражат керек, ресурс керек. Бұл істі қазіргі идеологияға жауапты мамандар істей ала ма? Неге істемей отыр? Істей алмаса, Қазақстан жастары өркениетті елдердің көшіне ілесе алмай қалатыны түсінікті. Оған қоса аймақтардағы, шалғай ауылдардағы отбасылық қарым-қатынастарды зерттеуде өзекті. Себебі алыс ауылдарда елді ұру, соғу әлі күнге дейін қалыпты жағдай саналып отыр. Сондықтан да біз қазір идеологиялық жұмысты толығымен өзгертпесек, бұл оқиғалар бола береді, қайталана береді. Өйткені сонау 2000 жылдары жасалған жаңағы діни әртүрлі ағымдар жұмыс істеп жатыр. Олардың ячейкалары әр өңірде бар, әсіресе батыста, оңтүстікте. Олардың барлығын түбегейлі тамырымен кесіп, зерттемесе, тамырымен кесіп, оны жаппаса болмайды. Әйтпесе теке сақалдылар мінекей осылай агрессивті өздерінің әйел адамдарға қол көтеруін тоқтататын емес. Сіздер білесіздер, мен қашанда біздің елде сөз еркіндігі, діни еркіндік болу дегенді қалаймын. Демократиялық үрдістерді қалаймын. Бірақ ол радикализм емес. Әркімнің өзінің діни ағымын ұстауға, сенімін ұстауға құқысы барын біз білеміз. Бірақ мінекей көріп отырсыздар, сонау Назарбаевтың кезінде тамыры тереңнен кеткен мінекей жұмыстың сол уақыттағы жасалған қызметтердің, жұмыстардың нәтижесі осылай болып отыр. Мінекей идеология болмаған жерде тәртіп жоқ, идеология болмаған жерде ешқандай жұмыс жүрмейді. Біз күшті, мықты реформалар жасауымыз мүмкін, мықты заңдар қабылдауымыз мүмкін. Білесіздер ғой, Салтанат Нүкенованың өлімінен кейін қандай заң қабылданды, бірақ бұл заң бізге өзгеріс әкелді ме? Жоқ, әкелген жоқ. Ай сайын қаршадай қыздарымыз кетіп жатыр. Күйеуінің, жігітінің қолынан қаза болып, масқара, ұят.
Қазіргі 21 ғасырда осындай оқиғалардың болып жатқаны ұят. Иә, сондықтан да біздің қыздарымыз сауатты болу керек. Құрметті қыз тәрбиелеп отырған отбасы, қыздарыңызды тәрбиелеңіздер, қыздарыңызға барынша білім беріңіздер. Олар ешқандай еркектің қабағына қарамау керек. Олар тәуелсіз тұлға ретінде өсу керек. Ешкімнің құлы күні болу үшін бізде қыздар өмірге келіп жатқан жоқ. Ал ұлы бар отбасылар, ұлы бар ата-аналар да ұлдарын тәрбиелеу керек. Бұл не сұмдық? Бір басына сөз көтере алмайтын қыз келіншектермен салғыласып отырып қол жұмсайды. Бұл не сұмдық? Қазақта ене екі жастың арасына ешқашан араласқан емес. Сондықтан да жас отбасының арасына араласу деген бұл ұят нәрсе. Мәдинаның өлімінде де айтылған. Ол күйеуімен жанжалдасып қалғанда енесі арасына түскен. Міне мәселе қайда жатыр? Қазақта ата ене деген сонау біздің тәлім тәрбиемізді, қазақ менталитетін, нағыз қазақ араптанбаған нағыз қазақ дәстүрінде ата ене дегендер ешқашан екі жастың арасына араласпаған. Мәселе қайда жатыр? Ал бізде не болып келе жатыр? Үлкендердің түрі анау, жастардың түрі мынау. Мінекей, идеология жоқ, керемет. Бірақ бұндай қоғам кез келген билік үшін идеалды қоғам. Өйткені олардың санасы төмен, бір-бірін өлтіріп, бір-бірін бауыздап жатқан қоғамда әрине билік ойына келгендерін жасайды. Кез келген реформаны жасайды. Өйткені халықтың оған ешқандай шаруасы жоқ. Мәселе қайда? Сондықтан біз халық биліктен бірдеме сұрау үшін біз бірінші өзімізді реттеп алу керекпіз. Біз өзіміз таза болу керекпіз, тәрбиелі, текті болу керекпіз. Содан кейін барып біз кез келген шенеуніктен, кез келген билік өкілінен сұрақ қойып, сауал қоя аламыз. Ал қазіргі біздің моральдық жағдайымыз қандай? Мәселе қайда? Мынандай жағдаймен біз алысқа бармаймыз, құрметті қауым. Сондықтан да бала тәрбиесімен, қыз тәрбиесімен, ұл тәрбиесіне келгенде бізге алысқа кетудің қажеті жоқ. Арабтарға, басқаларға қараудың қажеті жоқ. Біздің нағыз қазақи өзіміздің дәстүріміз бар, ұлттық дәстүріміз бар. Ұл тәрбиелеуде, қыз тәрбиелеуде біздің өзіміздің сонау ғасырлар бойы жазылып кеткен өзіміздің қазақтың дәстүрлері бар. Сол бойынша балаларымызды тәрбиелесек, мемлекет деңгейінде идеология, мінекей ұлттық тұрғыда идеология болса, мінекей сонда бізде қоғамда біраз нәрсе өзгерер еді. Иә, идеологияның өзі де бізде ұлтшыл болуға болмайды. Міне идеология қандай болу керек бізде? Егер бізде ұлттық тұрғыда идеология, мінекей қазақтың дәстүрі мықты, қазақтың тарихы мықты, қазақтың тәрбиесі мықты деген идеологияны біз егер жүргізіп, соны тарата білсек, қазіргі нәтиже басқаша болар еді. Бізде ұлттық идеология болмағандықтан, ұлтшыл болу, ол қылмыс, ұлтшыл болу, ұят, ойбай, біз көп ұлтты мемлекетпіз, біз осындаймыз дегеннің кесірі мінекей біздің тап-тамаша жастарымыздың арабтанып кеткеніне әкеліп отыр. Орыстанып кеткеніне әкеліп отыр. Сондықтан да осы мәселе, әрине бұл менің жеке эмоционалды түрде айтып отырған өзімнің жеке көзқарасым, бірақ та менің ойымша бір ойланатын уақыт келді. Билікке де, халыққа да, қоғамға да. Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Ректорлардың университетті ұзақ уақыт басқаруына шектеу қойылмақ. Бір аптадан кейін соған байланысты республикалық комиссияның отырысы болады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек үкімет кулуарында айтты. Министрдің айтуынша қазір университет ректорларымен стандартты түрде 3 жылдық еңбек шарты жасалған. Министрлік оның мерзімін тағы бір рет ұзартуға құқылы, алудан кейін ректор қызметке конкурс арқылы қайта қатыса алады. Алайда қолданыстағы заңнамада конкурсқа қатысуға нақты мерзімдік шектеу жоқ. Сондықтан бір ректордың бірнеше рет конкурсқа қатысып, қызметін ұзақ жылдар бойы жалғастыруына мүмкіндік бар. Сондай ректорлардың бірі Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов мырза. Нұрсұлтан
Назарбаевтың жақтастарының бірі, туысы, кезінде оны жер көкке сыйғызбай мақтаған Сыдықов бұл қызметте ойлаңыздаршы 13 жылдан астам отыр. 2011 жылы Назарбаевқа референдум өткізу туралы бастама көтерген Сыдықовтың Назарбаевтар арқасында байғанды айтылады. Мысалы, 4 жыл бұрын Адырна порталы енудің королі Назарбаев арқасында байған ректор деген зерттеу жариялаған. Зерттеуде Ерлан Сыдықовтың әйелі Шырын Құрманбаева Семейдегі Әлихан Бөкейхан университетінің ректоры әрі құрылтайшысы екені жазылған. Оған қоса ол бірнеше компанияның иесі, сондай-ақ үлкен қыздар Алуа Сыдықова да көптеген компанияның құрылтайшысы екені айтылған. Сондай-ақ ол бұрынғы сенат төрағасы Қайрат Мәмидің қызы Айнұр Мәмимен серіктес. Міне, сол Ерлан Сыдықовтың енуді басқарғанына биыл бір мүшел болған. Сондықтан журналистер министрден оның қашан кететінін ашық сұрап отыр. Мысалы, қазіргі ректорды шектеуге біздің ондай мүмкіндігіміз жоқ. Заң бойынша конкурсқа кез келген азамат тапсыруға мүмкіндік бар. Сол өкінішке орай кейбір жағдайларда сол конкурспен созыла береді. Бірақ біз қазір 2 мерзіммен шектеуге сондай шешім қабылдап жатырмыз. Кемінде міне 3 жыл, 6 жылда университетке үлес қосу, университетке аяққа тұрғызу мүмкіндік болады. Яғни Ерлан Сыдықов мырза 2-6 жылдан кейін конкурстардан өтіп жүрген ба? Конкурстардан қатысып өтіп жүрген, Қазір оның мерзімі бітеді, оны жалғастыруға біз жалғастырмаймыз келісім шартта. Қашан мерзімі бітеді? Биыл, келесі жылы бітеді, келесі жылдың басында бітеді, оны жалғастырмаймыз. Осындай тағы мысалдар бар ма көп отырған өз орнында ректорлар? Ең көп отырған бізде мына жақында Шығыс Қазақстан университеті Аманжолов атындағы Мұхтар Төлеген деген азаматымыз 8 жылдай отырды, бірақ оны қазір ауыстырдық. Жалпы кемде орта есеппен алғанда бір 4-5 жыл мерзім. Қазір екінші мерзімдер бітіп жатыр ректорларда. Сол екінші мерзім біткеннен кейін біз енді өзіміздің қабылданған ұстанымымыз ауыстыруға немесе жаңадан конкурс жариялауға бастаймыз. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, Ерлан Сыдықовтың өкінішке орай тағы да конкурстан өтті деген сөзіңіз. Яғни Еуразия ұлттық университеті ректорының осы орында көп отырған сіздің де көңіліңізден шықпайды? Мен нақты ол кісі туралы емес, сіздің сұрағыңыздан туындаған комментарий, бізде ондай шектеуші фактор заңнамалық түрде жоқ қазіргі таңда. Конкурсқа қатыса береді. Яғни, бірақ, оның жағымсыз салдары бар. Өкінішке орай көп жылдары отырып қалған ректорларымыз бар. Оны мойындауымыз керек. Саясат Нұрбектің айтуынша, жақында Шығыс Қазақстан университеттерінің бірінде шамамен 8 жыл қызмет атқарған ректор ауыстырылған. Жалпы алғанда ректорлардың бір оқу орнындағы қызмет ету мерзімі орта есеппен 4-5 жыл. Енді ректорлардың өкілеттік мерзімі шектеледі. Ректор университетке кемінде 3 жыл, ең көбі 6 жыл көлемінде үлес қосып, оқу орнын дамытуы тиіс. Министрдің сөзінше, екінші мерзім аяқталған ректорларға қатысты ведомство 2 жолдың бірін қарастырды. Қызметке жаңа конкурс жариялау немесе басшылық құрамына ауыстыру. Оның айтуынша, қазір ректорлардың бірнеше рет конкурсқа қатысуына тосқауыл жоқ. Сондықтан министрлік ректорлардың қызмет ету мерзімін жүйелі түрде шектеу тетігін енгізбек. Шынында бір адамның бір оқу орнында бірнеше жыл отыруы қаншалықты дұрыс. Ол айналасына өз адамдарын жинап, сол жерді өз меншігіне айналдыруы мүмкін. Сондықтан олардың да облыс әкімдері сияқты қысқа мерзімде ауысып отыруы әрине бұл заман талабы. Әйтпесе қария болғанға дейін қаншама жылдар бойы біздің ректорлардың отыруы менің ойымша дұрыс емес. Сондықтан да Саясат Нұрбектің бұл реформасын мен қолдаймын. Ректорлар ауыссын, ротация жасалынсын, ешкім ешқандай мемлекеттік, әсіресе мемлекеттік ұлттық университеттерді меншіктеп алмау керек. Жастар келу керек ең бастысы. Қаншама жылдар бойы мемлекеттің бюджетіне болашақ бойынша оқып келген қаншама жастар бар. Мінекей соларды қойыңыздар. Ректор болсын, проректор болсын, тәжірибе жинасын, академиялық орта қалыптассын. Сондықтан да менің ойымша ректорларды ауыстыруды әрине әлде қайда ерте көтеру керек. Не десек те қазір көтеру жатыр. Мен бұны қолдаймын, ректорлар ауысу керек. Ал Сыдықов мырзаға келетін болса, әрине бұл диссонанс менің ойымша. Естеріңізде болса, елбасы деп Назарбаевты дәріптеп, қаншама сондай бір енді ұрпақ ұялатындай
кәдімгідей сөздер айтты. Ол барлығымыздың есімізде, журналистер де, әріптестеріміз ол кісіге бұл туралы тікелей де сұраған тұғын. Сіз кезінде мына Назарбаевқа байланысты референдум өткіземін дедіңіз ғой. Сол байланысты айта алмайсыз ба, жалпы қазіргі кезде статусына алып тастағаны дұрыс емес болды деп ойламайсыз ба? Иә. Қашан айтасыз сіз? Хабарласасыз. Иә. Жоқ, Назарбаевқа жағымпазданған жоқсыз ба кезінде? Кім қандай ұсыныс жасады, жалпы енді статусынан айыру қаншалықты дұрыс болды қазір ол кісінің? Жалпы айта аласыз ба жалпы? Айтып беремін. Қашан айтып беріңізші? Айтып беремін. Қашан айтасыз? Мәселен, сіз осы нәрсені жасадыңыз ғой, Назарбаевқа байланысты ұсыныс тастадыңыз. Қазір Назарбаевтың биліктен кетуіне сіз қалай дұрыс деп есептейсіз ба? Биліктен кетуі дұрыс, өз уақытында. Өз уақытында кетті ойлайсыз ба? Сіз ұсынысыңыз? Сәл кеткенде не болатын еді? Иә. Өзі уақытында кетті, өз еркімен кетті, орнына лайықты кандидатура ұсынды. Бүкіл халық болып біз Қасым-Жомарт Кемеловті сайладық, жаңа Қазақстан басталды. Иә, жаңа Қазақстан басталды ма? Сіз жалпы Назарбаевқа ұсыныс тастағаныңыз бір қате болмады ма? Жағымпаздық емес па? Ол 10-шы жыл. 10-шы жылы. 10-шы жыл. Бірақ енді Қазақстанда жеке басқа табынушылыққа өзіңіз үлес қостым деп ойламайсыз ба? Жоқ, ол кезде президенттің қолдау 10-шы жылдары біздің Қазақстанның экономикасы қарқындап көтерілген кездер болатын. Әр адамға шаққан кезде Қазақстандағы ішкі өнім $15,000 дейін барды. Билікте жалпы ұзақ отыру, 20 жыл отыру. Қате болды ма? 5 жылдан 7 жылдан ғана отырып отырса. 7 жылдан артық болмау керек дейсіз ғой. Қате болды. Бірақ сіздің ұсынысыңыз қате болған жоқ па? Менікі енді қате болудан мүмкін, бірақ сол кездегі жағдайға байланысты дұрыс деп есептеймін. Сол кездегі жағдайға байланысты. Жалпы Қазақстанда сіз мына сол ұсыныс айтқаннан кейін Еуразия университетінің ректор болып келдіңіз. Қатысы жоқ. Иә, сіздің ол Сонымен журналист Гүлнар Бәшкенова 8 жылға сотталды. Осылайша 8 айға созылған сотқа ақыры нүкте қойылды. Алматының Бостандық ауданының нөмір 2 соты оның 14 жасқа толмаған баласы бар екенін ескеріп, жазаны өтеу мерзімін 2 жылға кейінге қалдырды. Жалпы Бәшкеноваға үкім кесілген соңғы сот отырысы қызық жағдайда өтті. Алдымен Бәшкенованың өзі сот отырысына келмеді. Кейін оны полиция мен жедел жәрдем қызметкерлері мүмкіндігі шектеулі жандар отыратын арбамен жеткізген. Сол кезде оған дәрігерлер укол салып, жағдайы жақсы деп сот отырысына қатысуға ешқандай кедергі жоқ екенін айтқан. Бір қызығы, сот отырысы аяқталғасын ол ғимараттан өз аяғымен жүріп шықты. Жалпы Бәшкеноваға қатысты сот ең басынан резонансы түрде өтті. Былтыр желтоқсан айында полиция Орда басылымның кеңсесі мен Гүлнар Бәшкенованың пәттеріне күтпеген жерден тінту жүргізді. Сот бірден Бәшкенованы 2 айға мерзімге үйғамаққа алды. Ал кейін оның адвокаты Мұрат Адам адвокаттық лицензиясынан айырылды. Одан кейін Бәшкенова 5 бірдей адвокаттың өзін қорғаудан бас тартқанын хабарлады. Ең қызығы, іс басталған 8 айдың ішінде Бәшкеновадан 2 рет жауап алынған. Міне, жаз бойы осылай халықтың назарында болған іс тура құрылтай сайлауына 1 апта қалғанда аяқталды. Тағы бір қызық деталь, Бәшкенова ұсталған кезде ақпарат министрі Аида Балаева оның жағдайына алаңдаулы екенін айтып, Бәшкенованы профессионал деп мақтаған. Бәшкенованы өздеріңіз білесіздер, енді қанша жыл ол біздің министрліктен қаражат алмаса да, мен Бәшкенова, Гүлнар Бәшкенованы әрдайым қолдап жүретін адаммын. Ол өзі де өзінің бір интервьюларында айтты, мені Аида Балаева қолдап жүр деп. В целом я с тревогой, как и вы, ожидаю суда. Скажу честно, Гульнары не хватает в информационной сфере, и она профессионал, она действительно умеет делать очень интересные аналитические материалы, интересные эфиры. И самое главное, я хочу отметить, она не приглашает в свой эфир людей, которые неоднозначно только через хайп и через негатив привлекают внимание к своей персоне, критикует оголтело власть. Конечно, я очень переживаю и вместе со всеми журналистами буду отслеживать судебный процесс. Но в то же время я хочу сказать, мы живем в правовом государстве. И как бы мы ни относились к кому-либо, закон един для всех.
Әдетте басқа ұсталған журналистер жайлы ондай сөз айта бермейтін министрлер бұл да күмәнді көбейтетін нәрсе. Башкенованың жазасын өтеу мерзімнен кейінге қалдыруда қызық. Өйткені 14 жастағы бала бұлай тұрсын, кейбір белсенділер аяғы ауыр бола тұра түрмеге қамалғанын білеміз. Сондықтан бұл іске қатысты сұрақ әлі көп. Енді келесі сұраққа келсек, жалпы Башкеноваға берілген 8 жыл үкім көп пе, аз ба? Мұны нақты айту қиын, бірақ менің ойымша бұл тым өте ұзақ мерзім. Сарапшылар бұл үкімді Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының ісімен мысал салыстырады. Қылмыстық жолмен алған мүлікті заңдастыру ісімен қамалып, мемлекетке 83 миллиард теңге қарыз болған Сатыбалдыға сот небәрі 6 жыл мерзім берсе, 95 миллион теңге қарыз жымқырды деген Башкенованы 8 жылға қамау қаншалықты әділ? Бірақ Башкеноваға бір емес бірнеше кінә тағылғаны рас. Ол сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және көрінеу жалған ақпарат тарату сияқты 3 бап бойынша айыпталды. Соңғы сот отырысына қатысқан журналистердің жазуынша, ол 2 бап бойынша айыпты мүлде мойындамаған, яғни өзін жалған ақпарат тараттым деп есептемейді және жалған кәсіпкерлікпен айналысқанын жоққа шығарған. Ал бөтеннің мүлкін иемдену бабы бойынша ақшаны қызметкерлерге жалақы төлеу үшін басқа шоттарға аудардым деп ақталды. Яғни ақшаны өз мүддеме пайдаланбадым, қызметкерлердің айлығына жұмсадым деді. Бірақ айыптау тарапының мәліметінше, компания қаражат есебінен Башкенова ұлының жекеменшік халықаралық мектептегі оқу ақысында төлеген. Айта кетейік, 2024 жылғы қарашадан 2025 жылғы желтоқсанға дейін Башкенова компанияны басқарған кезде оның шоттарына 88 миллион теңгеден астам қаражат жымқырды деп айтады. Сот материалдарына сәйкес, ақша өз бақылауындағы жеке кәсіпкердің есеп шотына жарнамалық, кәсіби және ғылыми қызметтер үшін аударылған. Ал жалған кәсіпкерлік бабына келсек, ол жылжымайтын мүлікке қатысты сот журналистің кәсіпкер ретінде тіркелмегеніне қарамастан Алматыдағы пәтерлерді сатып алып, қайта сату арқылы 121,2 миллион теңге табыс тапқанын анықтады. Бұл табыстан салық төленбеді дейді. С конца 2024 года и в течение 2025 года я это не отрицаю, переводила там помесячно деньги в ИП Абдугапаров. Абдугапаров, Ислам хороший человек, наш был руководитель СММ нашего в Орде. Первый раз, правда, там идет, мы ему перечислили деньги где-то еще в середине 2024 года, там мы реально купили у него футболки Орда на 700 тысяч тенге вот в июле. А потом уже с 2025 года, поскольку мы с ним имели дела, мне нужны были наличные, потому что, ребят, за каждого сотрудника вы платите 40% налога. То есть, если мы платим все полностью 100% белую, 40% налога. И, честно говоря, я старалась 50% платить наличными. И я в течение 2025 года, с конца 2024 года и 2025 весь, я переводила в ИП по 10 миллионов, 15 миллионов, 20 каждый месяц. И я выплачивала эти деньги зарплату сотрудникам. Жалпы іс материалдарында 11 адамның аты жөні көрсетіліпті. Олардың арасында Орда компаниясының қазіргі директоры Мақсат Ғаниев те бар. Ол бұрын Башкеновамен бірге басылымның тең құрылтайшысы және 70% үлестің иесі болған. Ол Башкенова қоғамды дүрліктірген тұста медиада пайда болып, Башкенованы қызметінен шеттету шараларын қабылдайтынын мәлімдеген. Көп ұзамай осы іс басталып кетті. Сол уақыттан бері Башкенова журналистикамен айналыса алмады. Үйғамақта отырды. Енді оның бұл қызметпен айналысуына тағы 5 жылға тыйым салынды. Соттағы соңғы сөзінде ол соттан мұндай шешім шығармауды сұрап өтінді. Я очень много выстрадала за это время, я уже к этому сама не хочу, но я прошу меня не лишать, не лишать законодательно, слово суда это же как закон, потому что это ужасно, это гражданская казнь, такое практиковалось в царской России, в Советском Союзе, как и выступления на конференциях, публичная деятельность, публицистика. Для меня публицистика это очень важно. Это часть моей идентичности. Нельзя лишать человека его идентичности.
Башкенова өзін жалған ақпарат тараттым деп есептемейтінін қайта-қайта айтты. Ол ресми органдардың бәрі растамаған ақпаратты жалған деп есептеу дұрыс емес дегенді жеткізді. Өйткені ресми органдар тек өздеріне қажетті ақпараттарды ғана растайды. Соны ғана жарыққа шығарады. Ал менің дерек көздерім ешкім білмейтін ақпараттарды маған беріп отырды деп ағынан жарылды. Ақпаратты тарату үшін, оның шындық болу үшін ресми органдардың растауы міндетті емес деген ойды жеткізді. Ол осылайша тәуелсіз журналистика қалыптасады дейді. Оған қоса тәуелсіз редакцияны ұстап отыру үшін түрлі жолмен түрлі компаниялардан ақша алуды қалыпты дүние деп есептейтінін де айтты. Айта кетсек, Башкеноваға шыққан сот үкімі әлі күшіне енген жоқ, бірақ үкімнің тура сайлау алдында шығарылуы қоғамда билік журналистердің аузын жаба бастады ма деген ой қалдырды. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары да Қазақстан билігін сайлау қарсаңында журналистерге қысым жасамауға шақырды. Соңғы бір айдың өзінде бірнеше журналистің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Парақшалары бұғатталып жатыр. Мысалы 11 тамызда журналист Лұқпан Ахмедияровтың үстінен жалған ақпарат тарату бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. 18 шілдеде ютубтағы Ахуал арнасының авторы Азамат Омаров ұсталды. Оған ұлтараздықты қоздыру айыбы тағылды. 31 шілдеде Қазтаг агенттігінің бас директоры Әсет Матаев 3,5 жылға сотталса, Қазтаг бас редакторы Әмір Қасенов 1 жыл 3 айға қамалды. Сондай-ақ заңгер Гүлмира Бижанованың құқықтық медиа орталығының директоры Диана Укремованың Facebook парақшалары да бұғатталды. Одан басқа біраз журналистердің парақшалары бұғатталып кетті. Осындай оқиғалар көбейіп кеткен тұста 17 тамыз күні премьер-министрдің орынбасары ақпарат министрі Аида Балаева Facebook арқылы үндеу жасады. Ол ведомство әлеуметтік желілерді бұғаттамайтынын мәлімдеді. Сондай-ақ журналистер сөз бостандығымен қоса сөзге деген жауапкершілікті қатар алып жүру керек екенін ескертті. Бұл сөз сайлау алдында абай болыңыздар дегенге ұқсайды. Жалпы қазір сөзге де, іске де өте абай болу маңызды. Бір ғана қателік жасап, бір нәрсені дұрыс демесе сені ешкім қорғамайды. Қайта саған қарай шабуылдар үдей түседі. Мысалы, осы аптада бұрынғы мәжіліс депутаты заңгер Бақытжан Базарбек көлігімен адам қағып кетті. Бірден әлеуметтік желілерде оны қаралау кампаниясы басталды. Ол қанша жерден күнде тікелей эфирге шығып, зардап шегушіге көмектесіп жатқанын айтса да, алып қашпа әңгімелер әлі толастар емес. Құрметті қазақ халқы, қазіргі қоғамда резонанс туғызып жатқан оқиғаға өздеріңіз куә болып отырсыздар. Бұл оқиғадағы біз жәбірленуші тараптан боламыз. Қазіргі таңда Бақытжан Базарбек ағамыз біздің жанымызда барынша өзінің көмегін көрсетіп жатыр. Бауырымның аяқтан тұрып кетуіне еш көмегін аяп жатқан жоқ. Қазіргі таңда бауырымның жағдайы қанағаттанарлық. Ол кісінің бауырыма көмек көрсетіп жатқан ақ халатты абзал жандарға да алғысым өте шексіз. Құрметті қалайық, бауырым үшін дұғада болыңыздар. Енді құрметті осы қазақ халқы қазір мынау резонанстық болып тұрған мынау ДТП кезінде осы бауырымыз Нұржігіттің қазір жағдайы толығымен мынау ақ халатты абзал жандардың қазір қолында емі жүріп жатыр. Облыстық Жамбыл облысының денсаулық сақтау тарапынан үлкен көмек атқарылып жатыр. Бірталай жаңағы дәрігерлер, сарапшылар толығымен келіп, жерде Нұржігіт бауырымызға көмегін асырып жатыр. Реаниматологтар, травматологтар келіп жатыр. Дәрілі дәрмектерін үзбей денсаулық сақтау министрлігі мен тікелей байланыста консилиумда жүріп жатыр. Сондықтан да динамикасында кішкене оң өзгерістер бар. Енді жанымда Нұржігіт бауырымның жақын туған туысқандары, міне Құралай Нұржігіт бауырымның жолдасы, жерде Нұржігіт бауырымның әпкелері, ағалары, бауырлары, бәріміз енді дұғада болайық Алланың қолында. Енді алып қашпа әңгімелерден таратпайық. Міне біз бәріміз біргеміз. Мысалы, айдың басында блогер Динара Егеубаева көлікте келе жатып велосипедшіні қағып кеткен. Динараның сөзінше, велосипедшінің өзі келіп оның көлігіне соқтығысқан. Журналист, мен жол ережесін бұзбадым, бұл істің тапсырыс екеніне сенімдімін дейді. Бірақ істің қалай аяқталатыны әзірше белгісіз. Жалпы осындай сұрағы көп, күмәнді, көп ойды қалдыратын істер соңғы уақытта көп болып жатқаны рас.
Сондықтан біз барынша олардың бәрін жан-жақты ашуға жеткізуге тырысамыз, өйткені әр істің артында шындық барына сенімдіміз. Ардақты ағайын, аптадағы айтарымыз осы. Улус медианың әлеуметтік желілердегі парақшаларына жазылыңыздар, маңызды оқиғаларыңызды, айтар мәселелеріңізді біздің WhatsApp нөмірге жолдаңыздар. Амандықта жүздескенше.